Сәлем қыздар, дәл осындай керемет тағам жасаймыз. Менімен кірісіңіздер. Ол үшін бізге банка, жуа, ет, сәбіз, сарымсақ керек болады. Лимонның шырынын қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Дәл осындай беті жабылатын банканы алып дайындаймыз. Жуаларымызды ұсақтап турап аламыз. Барынша ұсақ қылсаңыз өзіңізге өте керемет болады. Қыздар, жуаны мен үлкен көлемде 2 дана қолданып жатырмын. Жуаны қанша көп қоссаңыздар, сонша дәмді болып шығады. Егер де ұнатпасаңыздар, аз көлемде салсаңыздар да болады. Осылай ұсақтап турап алдым. Ендігі кезде етті саламыз банкаге. Еттен кейін жуамызды саламыз. Дәл осылай жалғастыра береміз. Мінекей сәбізімізді кез келген пішінде турап аламыз. Сосын сәбізімізді саламыз. «180 градуста 1 сағаттай 45 минуттай пісіріп аламыз. Духовкамен, қыздар, өте дәмді болып шығады. Тушенка ең керемет тағамдардың бірі десем де болады. Маған өте қатты ұнады. Бірінші рет жасап көріп жатырмын мен де. Осылай сарымсақ кішкене турап салдым. Еттен кейін тағы да пияздан кейін сәбізіміздің барлығын салып аламыз. Осылай барлығын жайғастырып болған соң, қыздар, меніке тағы да етті салдым. Енді міне лимонның шырыны, тұз, бұрышымызды саламыз. Дәл осылай духовкамен 45 минутқа 200 градус, 180 градуспен пісіріп аласыздар. Дәл осылай болып шығады. Керемет дәмі. Енді қыздар, мінекей қараңыздар, тушенка сүйегінен ажырап қалайын деп жатыр етіміз. Аузыңызда ериді. Жасап көріңіздер, қыздар. Дәл осындай дайын қамырымды суға пісіріп алдым. Мінекей үстінен барлығын осылай құйып аламыз. Пияз бен еттің өзінің соғы шығады, қыздар. Дәл осындай керемет жасап көріңіздер.